Сәлем, кәрі Каспий жағасында өмір сүріп жатырғандар. Қазіргі жаһандану заманында біздің Маңғыстау өлкесі өзгелерден қалмай, бір қатар мен деген өлкелермен қатар келеді. Сол себепті позитивті танымдық бағдарламамыздың екінші шығарылымында Ақтау қаласында жаңа толқынмен бастау алып ұйымдастырылған іс-шаралардың куәгері боламыз. Дайын болсаң, назарыңды жабыстыр экранға. Кеттік. Сәлем түзу, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп. Жарық болсын әрдайым күн мен ай. Құрметті маңғыстаулықтар, құрметті көрермендер, біз қазір аэропорттың жолында тұрмыз. Бүгін Астана қаласының 20 жылдығына орай вело жүріс ұйымдастырылып отыр. Сол вело жүріс қалай өткенін тамашалайық. Все, уважаемые друзья, медосмотр прошел, получил номер 241. Скоро начнем наш велопробег, посвященный ко дню столицы. Құрметті көрермендер, мен физикалық түрде, моральды түрде және моралды түрде дайынмын. Бастаймын. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Тамаша мінеке, өздеріңіз куә болғанда Ералы Мұхтарұлы өз жүлдесін жомарттық танытып, ең кіші қатысушыға бүлдіршінімізге табыстап жатыр. Болашақ чемпион болғай, қошеметтеріңіз болсын. Ералы Мұхтарұлы, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Аузың амай. Рахмет. Құрметті экран алдындағы көрермендер, біз Ақтау қаласындағы Holiday Inn қонағы үйіндеміз. Бүгін біздің қаламызда алғашқы рет Бөпе Фейр фестивалі өтуде. Ал сол фестиваль қалай өткенін білгілеріңіз келсе, тамашалаңыздар. Рядом со мной одна из главных организаторов этого фестиваля, Айнура Ильясова. Айнура, сразу же вопрос. Какова цель данного мероприятия? Это культурно-массовое мероприятие, собственно, для укрепления института семьи. Вот. И откуда пришла такая идея? Ну, мы сами мамы и понимаем, как тяжело выбирать те или иные вещи, покупки делать и ходить по большим торговым домам. И мы соединили все в одном месте. То есть тут и мастер-классы, и лекции, и торговая площадка. И что вы можете сказать про ақтауских? Очень добрые. Значит, қонақжай, да, қонақжай. Қонақжай өте жақсы, қарапайым, керемет халық. И Бөпе Фейр или Бөпе Фест? Бөпе Фейр. Ақылбечкин красавчик? Красавчик. Осындай сөздерден кейін я прям хочу вам пожелать, я не желаю, я прям уверен, что ваш фестиваль пройдет на высшем уровне, и удачи вам. Аузың амай. Наверное, потому что все это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что все это мои чувства одновременно радостно. И почему-то грустно. Құрметті көрермендер, келесі блок свободная съемка, еркін түсірілім. Бүгін біз Намыс Арена стадионындамыз. Футболдан қалалық чемпионат өтуде. Ұтқан команда Европаға жолдама алады. Пару слов о сегодняшнем матче. Қазақша айтайын. Енді
тартысты ойын болды, жақсы ойын болды. Бәрі правила бойынша болды. Менің қасымда өтіп жатқан чемпионаттың бірінші турының үздік ойыншысы. Бека, болып жатқан чемпионат, ойынды осының барлығын екі сөзбен сипаттап берші. Не айтам? Болды, Бека, дым айтпай-ақ қой, екі сөзбен сипаттап берді. Бір-екі ауыз сөз айтып жібересіз ба бүгінгі матч туралы? Ұнап жатыр ойын, да? Чомба, баука, мен сенің жанкүйерің, маған футболканы беріп аласың ба? Ай, сау ол. Құрметті көрермендер, менің қасымда Намыс Арена стадионының басшысы Ануар. Ануар, сұрақ. Осы стадионды салу себебі бизнес па или шын ниет па? Осы стадион салуы негізі футбольный клуб Намыс ашайын деп жатырмыз, кішкентай балалым. Сосын осы мектепте, 21-ші мектепте мамандырылған сынып ашайын деп жатырмыз. Бұл мамандырылған сыныпта 25 оқушы оқиды, 5-ші класстан бастайды. Күнде 2 рет тамағын береміз, 2 рет тренировкасын жасаймыз. Ол академия сияқты, сондай академия болады. Оған біз Сербиядан маман алып келдік. Сербиядан? Иә. Мықты. Ол қазір сол тренер қазір жақтауда, қазір демалып жатыр, жаңағы Стамбулдың рейсімен келіп. Бұйырса таныстырам, солмен сізді. Все, рахмет. Сенімдімін сенің осы жұмысың жүріп кететініне. Ауыздан айт. Тағы да сұрақ. Қанша миллион кетті? На данный момент около 30 миллионов, но еще есть та сторона, где будет осваиваться. Стяжку будем делать, площадка, раздевалки, трибуны. Где-то общий 40 миллионов тенге. Ал енді 40 миллион кетті дейді. Ануар, енді бір сөзбен осы мына 13-ші шағын аудан, сосын міне мына дом, барлығы саған рахмет, саулық айтып отыр. Ал давай, іске сәт. Осындай заманға сай іс-шаралар көбейе берсін. Ел жұртыма нұрдың өзі шелектеп төгіле берсін. Бәрін берсін жақсылыққа сай. Аманшылықта болың тек,